Армысыздар құрметті Казгим ТВ каналының көрермендері. Сіздермен апта жаңалықтары. Гимназиямызда 6 наурыз күні шуақты дала өнегелі бала айлығы аясында 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай ананың бақытты баламен тақырыбында бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеткен аяулы аналардың қатысуымен семинар тренинг өтті. Ана өмірдің гүлі, отбасының алтын қазығым. Ана әрбір шаңырақтың, сондай-ақ тұтас отанымыздың тірегім. 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай ананың бақытты баламен тақырыбында бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеткен аяулы аналардың қатысуымен семинар тренинг өтті. Семинар тренингті гимназия басшысы Әбиева Марал Сламбекқызы жүргізді. Тренинг барысында аналар өздерін таныстырып, бала тәрбиесіндегі ананың рөлі тақырыбында постерлер қорғап, өзара пікір алмасты. Бүгін міне 8-ші гимназияда арнайы осы ата-аналарға, оның ішінде бүгін енді 8-ші наурыз мерекесіне орай тренинг ұйымдастырып жатыр екен. Тренинг өте тамаша, сәтті өтті деп ойлаймын өз басым. Яғни бұл тренингтің мақсаты тек қана ұстаздар ғана білім нәрімен сусындатып емес, ата-аналар да осы үйден тәрбие беріп, және мектептің қабырғасындағы ұстаз бен ана ретінде бірге тәлім беріп, болашақта осы қоғамдағы орын табатын азаматтар мен азаматшаларды тәрбиелеу мақсатында міне осындай тренинг өтті деп ойлаймыз. Бір мақсатты дүниені жүзеге асырды деп ойлаймыз бүгінгі 8-ші гимназия. Ұстаздарына көп алғыс, білімнің нәрімен осы біздің балаларымызды сусындатып жатқан өздерінің еңбектерімен еленіп жүрген ұстаздарды, бүгінгі әйел ұстаздарды мерекелерімен құттықтай отырып, шығармашылық шабыт, мол табыс, осы 8-ші гимназиясына ұйымшылдық пен береке бірлік тілеймін. Нәзік жандылар арасындағы пікір, тәтті шай, кофе брейкке ұласып, шай үстіндегі әңгіме барысында бала тәрбиесіндегі өзекті мәселелер талқыланды. Марал Сламбекқызы мерекелік шараға қатысқан аналарға алтын уақыттарын бөліп келгендер үшін алғысын білдіріп, естелікке сыйлық табыстады. Мерекелеріңіз құтты болсын, аяулы аналар. Шуақты дала өнегелі бала айлығы аясында 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай гимназиямыздың ер мұғалімдері мен 11-ші сынып оқушылары ардақты әже, аяулы ана, сұлу да сымбатты қыздарды мерекелерімен құттықтады. 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай ана өмір, ана бақ атты 11-ші А, 11-ші Ә сынып оқушыларының ұйымдастыруымен мерекелік концерт өтті. Іс-шара барысында гимназия директоры Марал Сламбековна ұжымдағы барша нәзік жанды аруларды шуақты мерекелерімен құттықтап, марапаттау рәсімін жүргізді. Мейірімділік пен сұлулықтың, даналықтың, рухани қуаттылықтың салтанат құрған күні гимназиямыздың аяулы аналар мен қыз-келіншектер ерекше құрметке бөленді. Айтылған ізгі тілектер мен шырқалған әннің бәрі бұл күні асыл ана, адал жар, аяулы апа қарындастар тақырыбында болды. Жұмысқа келген ұстаздар қауымын 11-ші сынып оқушылары керемет көңіл күйде музыка әуенімен қарсы алды. Гимназиямызда шуақты дала өнегелі бала айлығы аясында ұлттық аспаптар ұлықталды. Ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесіне орай гимназия ұстаздары мен оқушылары қатысуымен домбыра дастан, домбыра ки атты іс-шара өтті. Ұлттық аспаптар ұлықталған күн. Ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесіне орай жас ұрпақты ұлттық құндылықтарға тәрбиелеу, қазақ өнерін насихаттау, қазақтың ұлттық аспаптарын дәріптеу, ұлттық өнерге деген қызығушылықтарын арттыру және оны құрметтеуге баулу мақсатында гимназия ұстаздары мен оқушыларының қатысуымен домбыра дастан, домбыра ки атты іс-шара өтті. Іс-шара барысында оқушылар мен ұстаздар жұп болып өнер көрсетті. Домбырашылар ән салып, күй шертіп, жетіген, тайтұяқ, асатаяқ, сасырнай, сырнай, сылдырмақ сияқты ұлттық аспаптарда ойнап, көпшілікке мерекелік көңіл күй сыйлап, өнерлерін ортаға салды.
Қуанышты жаңалық, күні кеше волейболдан оқушылар арасындағы жарыстың финалдық кезеңі өтті. Гимназиямызда 9-11 сынып оқушылары арасынан қатысқан ұлдар мен қыздар құрамасы жеңіс тұғырынан көрінді. Қаламыздың қара шаңырағы номер 8 гимназияда Шұбардов волейболдан спорт жарысының 9-11 сыныптар арасындағы финалдық кезеңі өтті. Іріктеу кезеңінен сүрінбей өткен гимназиямыздың ұлдар және қыздар құрамасы финалда сәтті ойын өрнегін көрсете білді. Ұлдар арасында финалда 8 гимназия, 7 мектеп лицейі, 11 мектеп, 21 мектеп құрамалары ойнады. Ойын нәтижелерінде ұлдар құрамасы 2 орын алды. Қыздар арасында финалда 8 гимназия, 1 орта мектеп, 10 орта мектеп, 21 орта мектеп қатысты. Қыздар ойын қорытындысы бойынша 1 орын алып, облыстық кезеңге жолдама алды. Облыстық кезеңде ойнайтын 9-11 сынып қыздар құрамасына сәттілік тілейміз. Жеңісті күндерде кездескенше. Қайырлы күн, құрметті гимназия көрермендері. Бізде алдыңғы 2 апта бойы қалалық жарыс, Шұбардов аталу жарыс өтті. Соның қорытындысын қорытындылауға сіздермен осы студияға келіп отырмыз. Шұбардов жарысы жалпы деңгейі жақсы өтті. Балалардың волейбол деңгейін қандай деңгейде екенін көрдік. Балалардың дайындаған, балалардың өзіне ұнады. Жалпы жарыс қорытындысына айтып өтетін болсақ, гимназия үшін ол олжалы болды. Айта кететін болсақ, 5 сыныптардың астында біздің ұлдарымыз жүлделі 2 орын алды. 7-8 сыныптар ұлдар 3 орын, ал қыздар 2 орын жүлделенсе, 9-11 сыныптарда ұлдарымыз 2 орын алып, қыздарымыз жарысты жеңімпаз болып тәмамдады. Енді жеңімпаздардың бағын құттықтаймыз. Бұл деңгей жарыс гимназия үшін өте олжалы болды, және келесі жарыстарда біз бұдан да мықты нәтижелер көрсетеді деген сенімдеміз. Рахмет.